Сәлем достым, қазір мен сізге сүйікті фильміңіздің трейлерін сторисіңізге салуды үйретемін. Ол үшін әрине дайын трейлерді сіз YouTube каналдан скачать етіп аласыз, мен құсап. Немесе запись экран жасап аласыз. Содан соң Google'дан сол фильмге сәйкес картинаны скачать етіп алдыңыз. Материал дайын. Енді біз сториске кіреміз. Инстаграмға әрине. Сториске кірдік, сосын галереяға кіріп, манағы видеоны таңдап алдыңыз. Содан соң картина таңдау керек, наклейка кіреміз. Бастық, галереяны таңдадық. Галереядан біздің фотоны таңдап аламыз кез келген. Екі саусақтың көмегімен фотоны орналастырдық. Керемет. Екінші фотоны да орналастыру керек. Ол үшін қайтадан стикерге кіріп, екінші картинаны таңдап, жоғары жаққа қайтадан орналастырамыз. Керемет. Мінекей сіздің трейлеріңіз дайын. Енді жазу керек болғандықтан сізге алдын ала жүктеуді кеңес беремін. Өйткені сіз жазған кезде жазуыңызбен бірге жазуыңызды орналастырған кезде картинаны да қозғап алуыңыз мүмкін. Сондықтан сізге жүктеп аласыз сіз. Содан соң барып жазасыз. Өз пікіріңізді, кино туралы өз пікіріңізді жазуға болады. Мінекей сіздің трейлеріңіз дайын. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.